Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы һәм оның районлардағы бөлімдері тарапынан аймақтарда жүз беріп атырған айрықша жағдайлардан бұқараларды қорғау, әрқилы табиғи һәм техноген апатшылықтардың алдын алу, айрықша жағдайларда халыққа оператив жәрдем көрсету бағдарында нәтижелі ілаждар әмелге асырылмақта. Сонан Қожелі районын алып қарайтұғын болсақ, 2025 жылдың өткен 12 ай дауамында аймақларда жәмі 52 өрт жағдайы есапқа алынған болып, бұл жағдайлар тарау қызметкерлері тарапынан оператив түрде сапластыруға ерсілген. Тараудағы басқа да ахметлі уақиялар һәм оның мазмұн мәнісін кең жәмиетшілікке жеткеру мақсатында баспасөз конференциясы өткерілді. Инсан өмірі ең жоғары қадірет, оны сақлау болса кешіктіріп болмайтын ахметлі вазифа. Міне осындай жауапкершілікті мойнына алған айрықшылар қызметкерлері әрқандай қауіп-қатерлі жағдайларда шеберлікпен харекет етіп, бұқаралардың өмірі һәм мал-мүлкін қорғап келмекте. Қожелі районы әкімлігі һәм айрықшылар бөлімі тарапынан өткерілген пресс-тур davomida Алаба хабар құралдары уәкілдері тарауда алып барылып отырған жұмыстармен танысты. Малумат орнында жыл davomida жәмі 52 өрт жағдайлары анықталған болса, сондан 38 өрт бұқаралардың тұрақ жайларында, 1 өрт ауыл қожалығы жерлерінде, 9 жағдайда ашық майданларда һәм 4 жағдайда автотранспорт құралдарында жүз берген. Демек, өртлердің басым көпшілігі дерлік 75% бұқаралардың тұрақ жайларында жүз берген. Алаба хабар құралдары уәкілдеріне өткерілетін баспасөз конференцияларының текарғы мақсатымыз сол бұқараларды еледе айрықша жағдайлар, өртлер, сондай-ақ заһарлы газдан зиянданудың алдын алу бойынша түсінік жұмыстарын еледе кеңінен беру есептелінеді. Мәселен, малумат үшін айтып өтетін болсақ, Қарақалпақстан Республикасы аймағында өткен 2025 жыл davomida 700-ден артық өртлер жүз берді. Бұл дегенде әрбір күнге есептегенде 2-2,5 өртлерден тура келіп тұрыпты. Ал Өзбекстан Республикасы аймағында есептейтін болсақ, 10 мыңға жақын өртлер жүз береді. Бұл бір суткада 20-25 өртлердің болып атырғанын аңғартады. Әлбетте, халықтың өсуі, сондай-ақ сол өртлердің болу жағдайлары мен өртлер әмде айрықша жағдайларының азайып атырғанын айтсағам, бірақ бәрібір сол бір өрттің болуы бұл үлкен апат есептелінеді. Сол апатлардың алдын алу бойынша бұқараларды еледе сергектікке шақыру, сондай-ақ қауіпсіздік қағидалары бойынша олардың қауіпсіздік мәдениетін асыру, олардың сол өздерінде сондай түсініктілерді пайда ету болып есептелінеді. Өткерілген ілаж davomida тарау қызметкерлері тарапынан бұқараларды сергектікке шақыру мақсатында алып барылған жұмыстармен де таныстырылды. Сондан күз-қыс маусымында айрықшылар бөлімі һәм тиісті тарау қызметкерлерімен біргелікте үйрену жұмыстары алып барылуына қарамастан район аймағында заһарлы газден зиялану ақыбетінде өліммен байланысты ауыр жағдайларда анықталғанлығы, нәтижеде бір жағдайда 3 бұқара, соның ішінде 2 жас өспірім болып, ысту қазанлары һәм пеш морларын маусым алдынан тазаланбағаны нәтижесінде ауыр келуші жағдай жүз берген. Бұл пресс-конференцияда бөлім тарапынан район аймағында жүз беру мүмкін болған әртүрлі айрықша жағдайлар, соның ішінде өртлер, инсандарды құтқарумен байланысты болған есаптар тыңланып өтілді. Мағлұмат үшін район аймағында 2025 жылы жәмі 52 өрт есапқа алынған болып, бұл өртлердің 38 өрт бұл бұқаралар тұрақ жайларына тура келмекте. Демек, елем сол біргеслесуші мекемемен біргелікте бұқаралардың қауіпсіздігін тәмінлеу, сондай-ақ жүз беру мүмкін өртлердің алдын алу мақсатында мәхалле, көше, анадан бай жұмысларды шөкеместірген алда үгіт насихат жұмысларын алып барудан ібарат болып есептелінеді. Ілаж шеңберінде бөлім қызметкерлерінің қатынасуында оқу үшін жұмыстары алып барылып, өрт келіп шыққан жағдайларда алып барылатын оператив ілаждар әмелге асырылды. Сондай-ақ өрт келіп шыққанда конегелердің пайдаланатын құралдардың көргізбесінде шөлкемлестірілді. Әлбетте, айрықша жағдайлар қызметкерлері тарапынан алып барылып отырған бұл жұмыстар инсан өмірін сақлау, тыныш һәм қауіпсіз тұрмысты тәмінлеу жолында ахметлі орын иелейді.